Қайырлы кеш қыздар, бүгін өте дәмді қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже жасайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қыздар, етке осылай салқын су құйып, мен бұл жерде ет сүрленген ет және қаз қолдандым. Осылай отқа қалдырасыздар. Қайнағаннан кейін жақсылап көбігін алып, сорпасын мөлдір қылғанша көбігін алып тастаңыздар. Тағы ескертетін жайт қыздар, қазыны тесуді ұмытпаңыздар, әйтпесе қазыларыңыз жарылып, ішіндегілердің еті, майы бөлек шығып кететін болады. Қазыны жарып алыңыздар, осылай тесіп. Қыздар, осы кезде қайнаған кезінде тұзын, бұрышын салып қойсаңыздар болады, дәмі сіңіп тұратын болады. Одан кейін жалпы қыздар, менің етім дайын болды, пісті, менікі 2,5-3 сағаттай тұрды. Одан кейін етін бөлек ыдысқа алып қойыңыздар. Және де осы дайын сорпаға перловканы жуып, жақсылап жуып салыңыздар. Қыздар, бұл жерде перловка салу, тары, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде перловка салдым. Негізгі мақсат жеті дәмнен тұру керек, яғни жеті келсаң, соған орай наурыз көжені жеті дәмнен жасайды. Перловканы жақсылап ішіне саласыздар. Одан кейін барып перловканың піскенін күтесіздер. Міне қыздар, менің перловкам дайын болды. Одан кейін мен бұл жерде қолдың нанын жұмыртқаға илеп дайындап қойған болатынмын. Осыдан кейін қолдың нанын салып, оны да пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін тұзын барлығын көріп, одан жаңағы піскен етіміз турап дайындап қойған болатын қазымен бірге, соны аласыздар. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке. Қыздар, одан кейін осы дайын көжеміздің қоспаларын осылай үлкен кастрюльге салып алыңыздар. Өйткені біз бұл жерде қазір қайнақ су, салқын қайнақ су құямыз. Одан кейін айранымыз салған кезде симай кетеді. Міне мен осылай салқын қайнаған суды холодильникке суытып қойған болатынмын. Соны құясыздар жақсылап. Енді суығанын күтіңіздер. Суымай салатын болсаңыздар, айран қатықтарыңызды ашып кететін болады. Көрдіңіздер ғой, мен бұл жерде есіп қойған құртымды салдым. Тағы да жарты литрдай су құйдым. Одан кейін айран құйдым, 1 бутылка. Енді жақсылап араластырыңыздар. Бұл жерде қыздар, мен қатықтың жарты бөлігін салдым. Одан кейін дәмін көремін. Егер осылай дәм ұнайтын болса, қалған бөлігін салмасаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Ал бұл жерде мен барлығы қатығымды қосқан болатынмын. Міне көріп тұрсыздар ғой видеода. Өйткені өте дәмі ерекше болады. Осы кезде тұзын көріңіздер, дәмін көріңіздер. Жалпы қыздар, мен наурыз көжем дайын болды. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Және ұнаса каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне наурыз көжемді құйып жатырмын қыздар. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Енді әркім әртүрлі дәммен жасайды, күріш қосатындар бар деген сияқты. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.